Қайырлы күн, достар. Бүгін сонымен 4-ші күнге де келіп жеттік. Бүгін сіздермен 4-ші әдіспен танысамыз. 4-ші экшн әдістің біреуі жарнама жасау. Мынау жаңа білім беру бағдарламасы бойынша жарнама жасау өте жақсы енгізілген. Бірақ мен енді басқа әріптестерімнен көріп жүрмін, көп жағдайда СМК-да қандай мәтін беріледі, сол деңгейде ғана өткізіліп жатыр мектептерде. Мен соны сәл кішкене өзгеше түрде сіздерге көрсеткім келіп тұр. Жарнама жасау бұл кез келген затты сату үшін, кез келген өнімді өнімнің пайдасын көрсету үшін, өзіңнің қызметіңді сату үшін өте қажет нәрсе бұл жарнама. Қазіргі балалар, білесіздер, өзінің затын алмастырып, немесе біраз тұтынғаннан кейін оны сатып, жаңасын алып, өзгертуге өте бейім. Ендеше бұл жарнама да нақты бүгінгі заманның талабы, бүгінгі заманның сұранысы болып отыр. Сондықтан осы жарнама жасауды да әр бөлімде бір сабаққа енгізсеңіз, сабағыңыздың мәртебесі артады деп мысалы мен толық айта аламын. Ең бірінші, сіздің жарнама жасайтын оқушыларыңыз міндетті түрде шағын топтарға бөліну керек. 3 баладан, 4 баладан, 5 баладан, ол сіздің сыныбыңыздағы балалардың ерекшелігіне қарай, потенциалына қарай осылай шағын топтарға бөліп аласыз. Одан кейін арнайы қобдиді жасап қойыңыз, әдемі қобди керек. Ол қобдидің ішіне біз ең бірінші баланың жеке нәрсесін жарнамаламас бұрын балаға үйрету үшін, қобдидің ішіне не салуға болады? Көзілдірік, қалам, кітап, телефон, ұялы телефон салып қоюға болады да, қалай жарнамалайды екен. Бірінші сіз теориясын бергеннен кейін бала соны практикада қалай жүзеге асырады, соны көру үшін бірінші осындай оңай да жеңіл заттарды салуға болады. Енді бұл жерде ең басты назарға алынатын нәрсе жарнаманың тәртібі. Ең бірінші оқушы жарнамалайтын заттың немесе тауардың сипатын айту керек. Екінші, тауардың артықшылығын айту керек. Үшінші, тауарды тұтынудың пайдасын айту керек. Осы үшеуін айтқан жағдайда олардың жарнамасы әрине өтімді болады. Енді қараңыз, әлеуметтік желіде қазір оффер деген өте жақсы термин бар. Оны балалар жақсы біледі. Оффер деген клиент бас тарта алмайтын ұсыныс. Яғни сіздің берген ұсынысыңызға клиент бас тарта алмау керек. Оны сіз жаңағы 3 нәрсе арқылы көрсетесіз. Сонда ғана сіздің тауарыңыз өтімді болады, қызметіңіз сатылып кетеді деген сөз. Енді мен мысал келтірейін. Мысал үшін бала көзілдірікті жарнамалайды дейік. Бірінші, көзілдіріктің сипаты қандай болады? Оның сипаты, мысалы, баланың бет әлпетіне сай. Көзілдірік үлкен, кіші размері болады ғой, мөлшері болады. Сонда балалар айтады, мен ұсынатын көзілдірік сіздің бет әлпетіңізге сай, немесе ұлдарға арналған көзілдірік. Оның түсі мынандай. Ол несімен ерекше, оның артықшылығы неде? Дегенде, оның әйнегі таза материалдан жасалған, яғни көзге ешқандай зақым келтірмейді. Оның пайдасы, егер сіз материалы таза әйнектен көзілдірік киетін болсаңыз, біріншіден сіздің көру қабілетіңізге ешқандай зиян болмайды. Екіншіден, күннің сәулесі
көзіңізге түспейді, зақым келтірмейді. Осыны балалар әдемі ойнап айтып шығу керек. Егер топта 3 бала болатын болса, 3 түрлі сөзбен жеткізеді, яғни сөйлеммен жеткізеді, немесе 4 адам болса, яғни мына жерде айтайын дегенім, 3 бала болса, 3-еуі де сөйлеу керек, 4 бала болса, 4-еуі де сөйлеу керек. Топта неше бала, сонша бала сөйлеу керек. Түсіндіңіз бе? Енді бұл біздің ең бастапқы кезең. Теориясын бердіңіз, практиканы көрсеттіңіз, сыныпта тағы да практика жасадыңыз. Енді үйге тапсырма, мысалы бала өзінің несін сата алады, бір затын болсын, немесе өзінің қандай қызметін сата алады. Мысалы кейбір бала үйге берілген тапсырма, мысалы эссе жаза алмайтын балалар болады, мен эссе жаза аламын деп өзінің қызметін сата алады. Қараңыз, бұл жерде сіз дұрыс түсініңіз, біз баланы басқа жаққа қарай бағыттап жатқан жоқпыз ба деген бір қосалқы пікір туындауы мүмкін, жоқ. Ол бізге дейін де болған, бізден кейін де болады, ол жаңа қазір да болып жатыр. Мысалы, есіңізге түсіріңіз, сіз студент болған кезде қасыңыздағы достарыңыздың дипломкасын басқа біреулер жазып берді. Яғни бұрынғы кезде ол болды, оған дейін де ол солай болған. Қазірде де ол жалғасын тауып келе жатыр. Балалар бір-бірінен көшіріп алғанша, одан да өзінің қызметін сатып, соны өзін ұсынып, өзінің қабілетін дамытып, оқушылардың ортасында өзінің беделін арттыруға да болады. Бұл заманның талабы. Сондықтан, құрметті әріптесім, заманның талабына қарай балаға осы жағында үйретіп кеткен өте тиімді. Мысалы, менің өзімнің сыныбымда осындай нәрсені жасатқанда балалар деген апай деп көздері жайнап кетті. Себебі олардың ойында мұғалім деген ол тек қана бір ғана нәрсені үйрететін, былай шығуға болмайды, рамкадан шығуға болмайды, бір сондай қаптас қалғанда, ал балаларға ол негізі ұнамайды. Олар мұғалімді жалпы толығымен солай қабылдайды. Мұғалім, мен бір қызық нәрсе айтып кетейін осы жерде. Баяғыда менің бір мұғалімім айтып еді, мен дейді, өзін айтады, өзімнің мұғалімімді дейді, ойлайтынмын дейді, дәретке бармайтын шығар деп ойлайтынмын дейді. Ол деген идеал деген сөз, көрдіңіз ба? Сонда мұғалім ол бала үшін идеал. Ол жақсы, ол өте жақсы. Бірақ заман талабына қарай баланың тілімен сөйлеу, заман талабына қарай баланың сұранысын көрсету, баланың сұранысына жауап беру, ол мүлде басқа нәрсе. Ол біздің мұғалімнің екінші бағыты болу керек. Идеал болу біздің бірінші бағытымыз болса, екінші бағытымыз баланың талабына сай, баланың қажетіне жарай алатындай білім бере алуымыз керек. Міне, сондықтан құрметті әріптестерім, осы жарнаманы жан-жақты тағы да өзіңіздің бағытыңызға қарай, оқушының әлеуметтік жағдайына қарай, оқушының қабілетіне қарай әртүрлі етіп шығармашылық бағытта өзгерте беруге болады. Мен де түрлі-түрліше етіп бұны түрлендіре беремін. Ең негізгі сіздерге айтылатын фишка міне түгелдей берілді. Құрметті әріптес, енді үйге берілетін тапсырма, тағы да өзіңіздің таңдауыңызбен бөлімді таңдап алыңыздағы, сол бөлім бойынша балаларға қандай заттарға жарнама жасатуға болады деген тапсырманың төңірегінде ойланып, соны маған жазып жібересіздер. Жақсы ма? Жақсы. Сұрақтарыңыз болса, чатқа қоясыздар, чатта талқылайтын боламыз. Жақсы, рахмет. Қош сау болыңыздар.